our lesson. Stand up. Stand still. Look at me. Okay. Hello, children. Hello, teacher. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm great. Thank you. Sit down. Now open your books and copy books. Let's check your homeworks. Okay? What was your home task, Madina? Rassembler және табиғи жарық көздерін іріктеу. Okay. Natural and artificial sources of light. Yes? Am I right? Дұрыс па? Okay, please start. Жарықтың қандай түрлерін өттік оқушылар өткен сабақта біз? Which kind of lights do you know? You please, Jasmine. Sun, Moon. Ayana. Шамды не дейміз? Фонарды не дейміз? Lamp, yes. Okay. Continue, Ayana. Ayala. Star, Okay. Moon, eye, Ya, бағдаршам не дейтін едік? traffic light, Okay, Madina. Moon. Ayana. Okay. Сонда енді natural, for the natural sources of light. What did we just say? Қайсысы? Табиғи жарық көздерін айтайық. Үй жұмысын кім жазып берді екен айтсаңдаршы? Жібек, stand up. This is natural. Okay, stars, moon, sun, light, lightning, yeah? Lightning деген не еді? Найзағай. Okay, sit down. Ал жасанды. Енді қалай ойлайсыңдар? Тақтарға қарайықшы. How do you think? What is today's lesson about? Бүгінгі сабақ не жайлы деп ойлайсыңдар? Киімдер жайлы. Дұрыс айтасыздар. Киімдерді ағылшын тілінде clothes, иә? Бүгінгі тақырыптың атауы clothes and accessories. Okay? Күннің ретін дәптеріңізге жазайық. Write down today's date on your copy books. The 13th of October and the themes of the lesson, clothes and accessories. Write down. Okay, first of all, open your books on page number 20. Look at the exercise number 5. Біріншіден кітабымыздың 20-шы бетін ашайық байлығымыз. Listen, point and repeat. Then match. Тыңда, көрсет және қайтала дейді. Одан кейін бір-бірімен байланыстыр. Бірінші, жаңа сөздерді бірінші қарап өтейік, иә? Бүгінгі сабақтың жаңа сөздері. Today's our new words. Now, please listen and repeat after me, okay? Маған қараймыз, менен кейін қайталаймыз. Now, cap. Cap деген не екен? Кепка, я немесе қалпақ деп айта береміз. Сөйлемді кім оқиды астындағы? Ryan, stand up and read the sentence. My cap's color is blue and yellow. Yellow. My cap's color is blue and yellow. Well done, sit down. Не деген сөйлем бұл оқушылар? Және көк, дұрыс айтасыздар. Екінші сөз. The next one is scarf. Now all together. Бәріміз бірге айтайық. Scarf. Шарфы, немесе орысша айтқанда шарф, иә? Now, who wants to read this sentence? Кім оқысы келіп тұр? Қатар оқымай ма? Madina, you please. We wear scarf in winter. Winter, қай жыл мезгілі? Winter. Okay, сонда сөйлем. We wear scarf in winter. Біз шалғыны тағамыз. Дұрыс айтасыңдар. Okay, well done. Let's continue. Okay, gloves. Бұл не екен? Ja, екінші сөз. Jumper. Сөйлемді оқиды. Бетхан оқиды. Stand up, Бетхан, and read the sentence. Keep our hands and warm. warm. Okay, sit down. Gloves help to keep our hands in warm. Қандай сөйлем сонда?
Жоқ, оқымаймыз, бірінші аударайық, иә? Gloves. Help to keep our hands деген не ол? To keep our hands in warm. Қолға бізге қолымызды жылы ұстауға көмектеседі, иә? Окей. Окей, енді соңғы қараймыз, иә? Now, look at this blackboard. The first word is put on. Repeat. Put on. Бала не істеп тұр? Киіп жатыр. Я, стрелкаға қараймыз, бала киіп жатыр. Яғни put on деген белгілі бір киімді кию деген білдіреді, иә? Екінші, take off. Take off деген не істеу? Шешу. Дұрыс айтасыңдар. Әр партаға бір-бір қарақтан таратамын. Берілгенін қазір түсіндіремін. Екеу ара бір тапсырмадан. One task for two pupils. Ортаға қойып орындаймыз қазір түсіндіремін. Дәптерлер жаңағыдар аламыз. Қараймыз, иә? Тапсырманы жерде. Unscramble girls. Madina and Ayala, look at me. Маған қараймыз. Unscramble the letters, write the words. Не дейді? Бұл жерде жаңа сөздер берілген бүгінгі сабақтың және де сөздердің әріптері істеген. Ауысып кеткен соларды реттеп жазамыз. Қане, орындаймыз. Did you finish? Болдық па, оқушылар? Yes. Барлығымыз бар? Now, first, who wants to begin? Первый, бірінші парта, я? Қане, жібек Аяла мен Мадина. Stand up. The first word. Example уже жазылып тұр, я? Scarf. The second, екіншіден бастаймыз. What is it? Jumper. Not jumper. How we should say? Jumper. Repeat. Jumper. Бұл не jumper деген? What is it? Jumper, я? Қалай свитер деп айтсақ болады. Spell the word. Қалай жазылады? J. U M P E R. Well done. Then the third word is, what is it? Бұл не? Қолғап. Мына қолғап па? This is gloves. What is it? This is jeans. 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 Okay, spell the word. J. J-E-N-S. Well done. Bir sözde Alibi aytadi, bir sözde Bekhan aytadi. O'qiymiz. Gloves. And yetikda ne deymiz? Boots. Well done. Оң жақта, at the right side we see our new words. Я, оң жақта біз жаңа сөздерімізді көріп тұрмыз. Сол жақта нелер тұр бізде? Суреттер тұр, я? Okay, the first, what is it? The first word is cap. What picture? Қайсы сурет? A, B, C, қайсы? C. Well done. Sit down. Next. The third word. Gloves. Where is gloves? Boots дегеніміз не? Етік. Where is boots? Қайда тұр boots? What picture? Әрпін айтшы, қай сурет? G. Well done. Sit down. The first picture, yes? Picture A. Sit down. Bigjan, the last one. Соңғысы. Сегізінші. Take off. What picture? Picture B. Well done. Sit down. Put on your red dress. Where is red dress? Sara. Hat деген? Yeah. Қай жақта тұр? Take this and put on your hat. Нағыз ғой? Жібек, come. Мышканы аламыз. Екінші қызды киіндіреміз. Take on your white and red jumper. White and red jumper. Қандай түс white and red? Дұрыс па? Is she right? Дұрыс қойды ма? Yes. Okay, she is right. Бізге жабыстырып орындаймыз қазір түсіндіремін. Үйден орындаймыз. Жарай ма? Тақтаға қарайықшы. Homework. Write in the right column. Не деп тұр? Қараймыз. All of you look at
Расымен барлығымыз қараймыз. Мына жерде 5 колонна тұр, 5 баған тұр. Енді write in right columns. Сөздерді жекеше түрде, мынаның бәрі жекеше түрде тұр. Көпше түрге қалай айналдырамыз? Қандай жалғау жалғаймыз? Yes, сосын Yes. well done. Осыларды бірінші жазып тұр, қарайықшы, can. Can-ға көпше түр жасау үшін can. S қана жалғанады. Мына бағанға жазамыз, Енді екінші glass. Егер сөз 2 S-қа аяқталса, қандай? Окей, well done. Қайсы бағанға жазамыз? Екінші баған, Солай ары қарай орындаймыз. Ал woman қандай? Regular ма? Irregular ма? Irregular. Бұрыс зат ісімі, Ол қалай өзгереді? Біз S жалғаймыз ба? Қызыл алма. The red apple. The lesson was boring. Сабақта іш пыстырарлықтай болса, қызыл алманы көрсетеміз. The second. If the apple is green, the lesson was interesting. Сабақ қызықты болса, жасыл бітеді. Қаны. Бәріміз түзу бірге суретке түсіріп алсын, Сары бай қаратамыз. The lesson is over. Goodbye, children. Goodbye, teacher. Okay, you are free.